Хусейн радияллаху анхудың алдына келеді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын дейді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын, маған бір ем айт дейді. Бір версияларда бұл Адхам, Ибрахим Адхам деген кісі өткен, соның сөзі деп те келеді. Күнәларымнан бас тарта алмай жүрмін дейді. Сонда мен саған бірнеше емді айтайын, соның біреуін ал өзіңе дейді. Соның қалағаныңды ал дейді. Сол саған дауа болар дейді. Айт дейді. Күнә істегеніңде, күнә істеп атқан сәтте Алланың жерінде жасама дейді. Алланың мүлкі болған жерде, Алланың патшалығы болып тұрған жерде жасама дейді. Басқа жерге барып жаса дейді. Ондай жер бар ма дейді. Барлық жер Алланыкі ғой десе, онда несін істеп тұрсың дейді. Онда неге оған қарсы шығып жатсың дейді. Бұның қиын екен, басқасын айт дейді. Жақсы, екіншісін айтайын. Аллаға қарсы келіп жатқанда Алланың рызқысын қолданбай тұр дейді. Қалай қолданбаймын? Тыныс алу, оны шығару, көру, есту, барлығы Алланың беріп жатқан рызқысы. Адам қолынан келе ме ол нәрсе? Онда неге қарсы шығып жатсың? Кейінгісін айт дейді. Жақсы, кейінгісін айтайын онда. Ешкім көрмейтін жерге барып жаса дейді. Жасайтын болсаң күнәңді ешкім көрмейтін жерге барып жаса. Барлық жерді Алла көруші, білуші ғой. Онда неге қарсы шығасың оған дейді. Шында да кейде екі адам қарап тұрса, ұяламыз, яғни адамдар өтіп кетсін, сәл тұра тұр деп. Ешкім көрмей тұр деп сенімді боламыз. Бірақ сол істеген ісіңді бір видеокамерамен ба, бір нәрсемен немесе записпен біреу әкеп берсінші, кіретін жер таппай қаласың, ұяласың. Айтылған сөз, жасалған нәрсе ғылыми дәлелденген, ол жоқ болып кетпейді. Сақталып тұрады оның барлығы да. Бір адамға сен кәпір деп айттың ба дейді хадисте. Егер адам сондай болмаса, ол сөз қайтып айналып өзіңе келеді дейді. Яғни сөз қайтып келеді деп жатыр, қараңыздар хадисте. Бүгін ғылым дәлелдеп жатыр, айтылған сөз ауада тұрады, ол жоқ болып кетпейді ол.